Баршаға сәлем. Бетіміз толық көрінетіндей шашымызды жинап тастаймыз да айнаға қараймыз, немесе өз-өзімізді фотоға түсіріп аламыз. Бет пішінін анықтау үшін алдымен маңдайдың ең жоғарғы нүктесін шаш өсу сызығы басталған жерді белгілейміз, және оған қарама-қарсы иекті белгілейміз. Екі нүктені қосқанда беттің ұзындығы пайда болады. Сосын шаш өсу сызығы бойынша екі маңдайдың сүйектерін белгілейміз. Құлақ тұсындағы жоғарғы жақ сүйектерін белгілейміз. Төменгі екі жақ сүйектерін де белгілеп аламыз. Сосын барлық нүктелерді бір-біріне қосып шығамыз. Сонда бет түзілісі пайда болады. Ал бет түзілісі мына фигураларға ұқсаған болуы мүмкін. Сопақша, домалақ, ұзындау, жүрекше, квадрат, тіктөртбұрышты, үшбұрышты және ромб тәріздес болып келеді. Ал бет пішінін анықтаған соң жарасымды шаш үлгілерін таңдауға болады.